Буын неге ауырады? Буын ауырып қоймай қойды. Оның себебі қандай деген сұраққа дәрігер ретінде сіздерге жауап бергім келіп тұр. Видеоны соңына дейін қарап, аванс ретінде лайк кнопкасын басып жіберіңіздер, солай каналдың дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Мен сіздерге қазір 3 сұрақ қоям, соған өздеріңіз комментарийға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: буынды ұрып алдыңыз ба? Егер буынды ұрып алған болсаңыз, ол жер ісініп, көгеріп, қызарып, қатты ауырып тұрады. Ол кезде сіздер травматологқа барып, рентген түсулеріңіз керек. Бұндай кезде біз буынды қозғалтуымыз шектеліп қалады. Сол кезде қатты ауырады, травматологқа барсаңыздар, шешімін ұрып алған болсаңыздар табасыздар. Екінші сұрақ: буын көп жүргенде ауырады ма деген сұрақ. Иә, буыным көп жүргенде ауырады, таңертең ауырмайды, бірақ күнде көп жүріп келем ғой, сол кезде ауырады, демалған кезде қояды. Буыным сырқырайды, сықыр-сықыр деген дауыс шығады десеңіздер, сіздерде остеоартроз болып қалуы әбден мүмкін. Бұл кезде қазір не істеу керек екенін айтам. Тағы сіздер үшінші сұраққа жауап беріп жіберіңіздер. Буын бостан босқа ауырып, таңертең денелеріңіз құрысып, қимылдатқыларыңыз келмей тұрады ма? Бұл буынның коллагендік құрылымдарының бұзылуынан болатын аутоиммунды ауру, ревматоидный артритқа да келіп қалуы мүмкін. Енді қараңыздар, буын ауруы просто так бостан босқа болмайды. Бірінші рентгенге түсу керек, жалпы қан анализін тапсыру керек, ревмофакторға бару керек. Оны қайдан түсем десеңіздер, жергілікті емханаға барып ВОПқа барасыздар, одан кейін ревматологқа барасыздар. Шөп дәрі, бат бер десеңіздер, достар, бұл тек қана ауруды уақытша ғана орын басып қояды. Ауру сезімін басатын дәрілер ішсеңіздер, сіздер бұл аурудың себебін табуларыңыз керек. Шөп дәрі ішіп жүріп, бат ішіп жүріп, бұны асқындырасыздар. Дәрігерге барып, жаңа менің айтқан анализдерін толық тапсыру керек. Егер жоқ, мен шөп дәрі ішіп жүре берем десеңіздер, буындарыңызды зақымдайсыздар да қайтымсыз өзгеріске ұшыратасыздар. Қазір буын аурулары өте жақсы емделеді, дәрілік препараттар бар, ерінбей ауруханаға барамыз.